Ерденені де айқын басымдылықпен жеңгенін Аманғалиді атап өтті. Сондықтан да қазір Ю Шитанимен енді өте тартысты белдесу болады деген сенімдеміз. Шитаниларымыз бірақ енді қымбатты көрермен қауым, өткен жылғы 2021 жылғы Азия чемпионы Алматы қаласында өткен міне Азия чемпионатында финалда өзбектің ең мықты балуаны ұтып, өте тартысты белдесуде Шитани Азия чемпионы атанған болады. Сондықтан да биыл енді сол мүмкіндігін Шитаниға қайталатпауға біздің Аманғали бар күш-жігер салады деген ойдамыз. Енді Аманғалимен осы былтыр өткен мынау Қазақстан чемпионатында оның алдындағы Мардан Сапарбаев турнирында айтқан: менің арманым әлемдік аренада қазақ елінің намысын жоғары биіктен көтеру. Осы бір Азия чемпионатына барсам деп. Аманғалидің міне Азия чемпионатындағы бұл алғашқы қадамы ағайын. Сондықтан да барлықтарыңыз Аманғалиға сәттілік тілеңіздер. Қымбатты көрермен, сіздер Қазспорт арнасында бүгін Моңғолия астанасы Улан-Баторда басталған Азия чемпионатының 55 келі салмақ дәрежесіндегі финалын тамашалап отырсыздар. Я, қымбатты көрермен қауым, 4-1 қазақ жігіті Азия чемпионатының финалында күреседі. Міне, көріп отырсыздар. Ендеше қазір біз Шалқар Сембайұлынан білейік, Аманғали осы жерден қандай әдіске баруға тиіс деп ойлайсыз? Қазір басы көтеріп күресу керек, одан басқа? Аманғали бұл жерде қолға былай өз Қазақстан чемпионатында да күрес ұнаған, қолға жақсы жұмыс істейді. Сондықтан қазір қолдан бастап әрекет жасап көру керек қой. Міне қараңыз. Бір ұпай алды. Кілем шетіне шығарып үлгерді. Серік Жұмашевтың да сөзін естіп жатырмыз. Аманғали басыңды көтер деген. 2 ұпай берді. Нұрым Сапарұлының дауысы сияқты ол жерде шығып жатқан. Нұрым Сапарұлының. Нұрымның дауысы екен, кешіресіздер. Бірақ Серіктікі де екеуінің дауысы бір-біріне ұқсайтын сияқты. Нұрым енді осы Аманғалимен көп жұмыс жасап жүр ғой енді. Жастар сапында да болды енді. Қазір де жұмыс жасап жүр. Осылай жұмыс жаса деп жатыр. Бірден енді Аманғалидің 2 ұпай алғаны қуантады. Бірақ енді Шитаниніңізді оңай шағылар жаңға еместігі белгілі, көріп отырсыз. Қандай тәсілге барып жасағалы жүр? Былай қарап тұрсаңыз. Жапон балуаны. Былай енді қос көрініп тұрған жоқ қой, кім не істейді. Қолға баға тарпалыс ізденіс жүріп жатыр. Қолдан бастап міне. Аманғали бауырымыз қолға жақсы жұмыс істейді, қолдарын байлап жұмыс істеп күресе беру керек осылай. Бұлай стойкада да приемдар бар. Чемпионат Қазақстанда жақсы күресіп, айла тәсілдерін жасаған болатын. Сондықтан мына ары қарай қазір әлі уақыт бар. Енді басталған сияқты жарыс. Қымбатты көрермен қауым, 55 келі бұл енді олимпиадалық салмақ дәрежесі емес, яғни Азия ойындарының да бағдарламасында жоқ. Ал дегенмен де әлем чемпионаты мен Азия чемпионатының бағдарламасында бар. Енді Аманғали көріп отырсыздар, качергаға түсіп қала жаздады дәл қазіргі сәтте. Аманғали осы Жапон палуаны качерганы жақсы жасайды, одан кейін белден қапсыра құшақтап лақтыру әдістерінде жақсы меңгерген. Енді өте былай қарасаңыз тәжірибелі палуан ғой. Енді Аманғалидің бір сөзінде сол айтқан: менің енді мақсатым осы 55 келі салмақ дәрежесінен ешқайда ауыспаймын. Осы 55 келіде әлемді және Азия мойындатам деген. Енді бүгін сәтін салса санаулы минуттардан кейін біздің қазақ балуанының керемет сәтімен сіздермен біздер Қазспорт арнасы арқылы куә боламыз. Қымбатты көрермен қауым, әзірге енді бірінші кезеңнің аяқталуында да өздеріңіз міне сәл болғанда көріп отырсыздар. Аманғали асығыстық жасап жүр. Аяқпен қозғалу керек сияқты. Көріп ба? Өз қателігі. Міне қазір осы әдісті, міне Жапон балуан осы әдісті керемет жасайды. Былтыр финалда дәл осы әдісін, міне дәл осы әдісін өзбекке керемет жасаған. Айттым ғой міне. Мен айтып отырғаным осы ғой. Осы белден қапсыра құшақтап лақтыруды бұл жердегі міне мына қайталайды. Міне тағы осы әдісті тағы қайталайды. Міне тағы көріп ал. Ал енді Аманғалидің қымбатты көрермен белі ауырып жүр. Өткенде алдыңғы жылы Қазақстан чемпионатында белі ауырғанына байланысты былайша айтқанда дұрыс күресе алмаған болады. Міне қазір функционалдық түрде өкінішке қарай көріп отырсыздар. Аманғалидің қателігі жерде партерда және обратныйдан дұрыс қарсыласа алмады. Адамның өзіне қарай итеріліп атты, одан
адамны алшақтап қашу керек болған арт жаққа қарай. Бұл оған қарай көмектескеннен кейін жапон палуан тұра салды, оны құшақтады да белінен. Иә, міне қымбатты көрермен қауым, өкінішке қарай. Бірақ қазір енді челлендж төрешілерге мына енді Шиотаниң, иә. Бірақ енді Аманғали лақтыр десе де әлі лақтырмай жатыр, бірақ қазір өзі алып лақтырар ма екен, не істер екен. Жаңа аяқпен көмектесті деп жатыр ғой бұл жерде. Көмек болмаған сияқты бұл жерде. Меніңше көмек болмаған сияқты, иә. Өзінің қателігі дұрыс қарсыласу бұл жерде. Бірақ енді қазір көрейік, әліптің артын бағай қазір деді. Жаңа да төрешілер үндіс палуаны мен үндістандық палуан мен моңғол палуанның арасындағы белдесулерде де қарап қайтадан балдарын біресе азайтып